Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көптен күткен испанский чизкейктің рецептісін ұсынғым келеді. Өзінің осындай күйіп піскен түрімен ерекшеленеді. Әрі өте дәмді, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Тек барлық ингредиенттерді араластыру арқылы жасалынады. Бізге керекті ингредиенттер. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 550 грамм творожный сырға біздің қантымызды қосамыз. Екеуін жақсылап миксердің ең төменгі жылдамдығында миксерлейміз. Енді бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Әрбір жұмыртқаны жеке-жеке салып миксерлейтін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Енді біздің сұйықтығымызға сливкиді қосамыз, тоңазытқыштан жаңа алынған және жақсылап тағы да миксерлейміз. Енді 25 грамм кукурузный крахмал, егер крахмал жоқ болса, онда ұн қоссаңыздар болады. Жақсылап тағы да миксерлейміз. Дәл осындай сұйықтық болу керек, достар. Енді осы сұйықтығымызды біздің формамызға салатын боламыз. Формамыздың шет-шетін міндетті түрде дәл осылай пергаментпен қаптаймыз. Сол кезде біздің чизкейкіміз сыртына ақпайды. Қызып тұрған пешке 220 градусқа 40-45 минуттай пісіреміз. Дәл осындай басында көтеріледі. Оның суығанын күтеміз. Суығаннан кейін ол төмен түседі. Тоңазытқышқа сонымен қатар 2-3 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Міне достар, бізде испанский чизкейк дайын болды. Мен дәл осылай құлпынаймен әсемдедім. Бірақ сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеуге де болады. Немесе бұл міндетті емес. Өте жұмсақ, дәмі ауыздарыңызда ериді. Жасап көруге кеңес беремін достар. Дәл осы чизкейкті. Мейрамханадағы испанский чизкейктен ешқандай артықшылығы жоқ, кем түспесе. Сондықтан сіздерге бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.